Қайырлы күн, жасалу оңай, дәмді тағамның бірі қазан кебап дайындаймыз. Картопты қабығынан аршып, суға салып, артық суды сүлгімен сүртіп аламыз. Қазанға сұйық майды құйып қыздыру керек. Қазандағы сұйық май қызғанша бір пиязды алып, жұқалап, турап, үстіне тұз сеуіп қоямыз. Қызған майға 4-5 картоптан салып, картоптың сырты қызарғанша жартылай пісіріп аламыз. Етті де қызарғанша қуырамыз. Қазандағы қалған сұйық майды басқа ыдысқа құйып аламыз. Қазанды тазалап, 2 ас қасық сұйық майды құйып, еттерді салып, үстіне еттен бөлінген суды құямыз. 1 шай қасық толтырып тұз, 1 шай қасық кориандр, қара бұрыш және аз ғана зираны қолымызбен езіп қосамыз. Картоптарды салып, аз ғана тұз сеуіп, 120 мл су қосып, бетін жауып, жай отта 1,5 сағат пісіреміз. Тұз қосылған пиязды мұздай сумен бір шайып, аскөкті майдалап турап, қазан кебапқа пиязды, аскөкті себеміз. Жасап көріңіз, ас болсын.